Амансыңыздар ма? Біз әдеттегідей тегін сабақ группасы дегенді бастаймыз. Оған кімдер қосылу керек? Бұған негізінде жұмыс жасамайтындар деп айтамыз біздер. Үйде бос отырғандарға, зейнеткерлерге деп айтамыз. Бірақ барлық адам жұмыс жасауға болады. Жұмыс жасап жүрсеңіз де табысыңызға қосымша ақша болады. Қазір барлық адамда несие мен кредит көп, соны қалай жабарын білмей жүрген адамдар көп. Аларын алып алады да, енді төлейтін уақытта қашып жүрген адамдар бар. Соларға арналған. Көп жерді қыдырып жүре бермей, үйде отырып күніне 2 сағат сабақ көрсеңіз, сіздің алған несиеңізді қалай жабу керек, ақшаны қалай жинау керек, қайдан табу керек екенін барлығын сабақта үйретеді. Соның үшін біздерге несие алып қашып жүрген адамдарға қолғабыс тигізіп, осы сабақты айтып отырған себебіміз сол. Сірә бостан бос жүрсеңіз, нем кетіп барады көрейінші деп, рас па екен деп сабаққа тіркеліп көрсеңіз, сабаққа тіркелеміз десеңіз, мен төменге WhatsApp нөмірімді қалдырып кеткенмін, соған өздеріңіз тіркеліп көрсеңіздер болады. Тіркеле алмаймын, телефонды жақыннан бері қолданып жүрмін дейтін адамдар болса, WhatsApp нөміріңізді қалдырып кетсеңіз, біз сіздер тегін сабақ группасына қосатын боламыз. Ештен кеш жақсы деген көп ойлана берудің қажеті жоқ. Бұл тегін. Сабаққа тіркелесің, сабақ көресің, сабақ егер ұнамай жатса, сабақтан шығып кете бересіңіз. Ақысыз тегін, сен ақша талап етпейді. Бұл айтып жатқан себебіміз, қазір көп адамдар несие алғанымен соны жабудан қашып қорқып жүрген адамдарға өте қолайлы. Сірә баяғыдан бері де 1 жылдың көлемінде, 3 жылдың көлемінде дым істеп жүрген жоқсыңыз. Bir банкіден кредит алып, екінші банкіге жауып, сөйтіп күн көріп жүрген адамдар бар шығар, соларға мынау өте қолайлы. Ертең несие мен кредиттерін жауып болғаннан кейін, қайтадан кредит пен несие алмайтындай боласыңыз, табысқа шығасыңыз. Табысыңыз баста кәсіпкер болып жұмыс жасап бастағаныңызда 200 мыңнан ары қарай көтеріліп кете береді, төмен қарай түспейді. Бұл заңды кәсіп. Бұл деген мұрагер болып қалады. Кәсіп. Егер жазатайым ертең бір жаман айтпай жақсы жоқ бірдеңе болып қалған жағдайда, денсаулығыңыз жарамай қалған жағдайда, үйіңізде балаңызға, немереңізге өткізіп кете бересіңіз. Соның барлығын ар жағынан ойластырып қойған. Бұл тегін деп қазір айтылып, біздер қарсап айтып жатырмыз. Ертең бұл ақшалы болып кетуі мүмкін. Сондықтан сіздер қазірден ерінбей қосылып көріп алыңыз. Біз сіздерді алдап отырған жоқпыз. Біз сізді үгіттемейміз. Біз несие мен қарыздан шыға алмай, қиналып, банкіден қашып жүрген адамдарға көмектесе екен, осы сабақты тыңдаса екен, тәкаппарланбаса екен, өзін білемге салынбаса екен деген оймен айтып жатырмыз. Тіркелеміз десеңіздер, WhatsApp нөмірін қалдырып кетсеңіз, біз тегін сабақ группасына сіздер қосатын боламыз. Ештен кеш жақсы деген қайталап айтып жатырмын. Тыңдаңыз, көріңіз, сабақ көріңіз, ақшалы болыңыз, бай болыңыз, банкке кредитке кірмеңіз. Алмақтың салмағы бар, төлеу керек, төлей алмайсыңыз. Банкі сізден үкімет қалай да алады. Қазір көп адамдар айтып жатыр ғой, қарыздарымды үкімет жауып беріп жатыр деп. Бәрібір сіздерден кейін алады. Соның үшін қазірден бастап тіркеліп көріңіз.